Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің техникалық механика пәнінен өтетін кезекті тақырыбымыз қатты дененің қарапайым қозғалысы, яғни ілгермелі қозғалысы болып табылады. Сабағымыздың мақсаты ілгермелі қозғалыс ұғымы жайлы ақпарат бере отырып, мысалдармен таныстыру, дене қозғалысы мен оның нүктелерінің қозғалысы арасындағы байланысты түсіндіру болып табылады. Күтілетін нәтиже бүгінгі біздің қарапайым, яғни ілгерінді қозғалыс жайлы толықтай мәлімет меңгеру. Сабақтың жоспары. Бүгінгі сабақта біз ілгерінді қозғалыс дегеніміз не, ілгерінді қозғалыстың мысалдары қандай, және де дене қозғалысы мен оның нүктелерінің қозғалысы арасындағы байланысты айтатын боламыз. Ілгермелі қозғалыс. Ілгермелі қозғалыс дегеніміз дененің кез келген екі нүктесін қосатын түзу сызық өз-өзіне параллель күйде қозғалады. Яғни түзу сызықты айтамыз. Мұндай қозғалыс кезінде дененің барлық нүктелері бірдей қозғалады. Сондықтан ілгермелі қозғалысты қалыптастырады. Оның тек бір ғана нүктесінің қозғалысын қалыптастырғаны бізге жеткілікті болып табылады. Бұл жағдайда қозғалысты сипаттау үшін материал нүкте ұғымын қолдануға болады. Ілгермелі қозғалыстың мысалдарына келетін болса, қарапайым мысалдарды қолданайық. Мысалы, лифт машинасы алға қарай жылжиды. Сондай-ақ бірінші жуықтау ретінде шолу дөңгелегінің салоны трансляциялық қозғалысты, яғни ілгермелі қозғалысты орындайды. Бірінші жуықтаудағы ілгермелі қозғалысты, мысалы, егер аяқтың серпілуін елемейтін болсақ, велосипед педалі орындайды. Бұл оның соққысының толық циклі кезінде өз осінің айналасында айналады дегенді білдіреді. Дене қозғалысы мен оның нүктелерінің қозғалысы арасындағы байланыс. Егерде дене ілгерінді жолмен қозғалатын болса, онда оның қозғалысын сипаттау үшін оның ерікті нүктесінің қозғалысын сипаттау бізге жеткілікті. Мысалы, дене массасының центрінің қозғалысын ала аламыз, яғни мысал ретінде. Одан соң, нүкте қозғалысының маңызды сипаттамаларының бірі оның траекториясы болып табылады. Біз траектория жайлы алдыңғы сабақта, яғни кинематиканың негізгі түсініктемелерінде айтып кеткен болатынбыз. Ол жалпы жағдайда кеңістігінің қисығы болып табылады. Оны әрқайсы өз центрінен шығатын, және де әрқайсы өз радиусынан шығатын конъюгациялар, доғалар түрінде ұсынуымызға әбден болады. Ал оның орны уақыт бойынша әртүрлі өзгеріп отыруы әбден мүмкін. Шекте түзу сызықты радиусы шексіздікте тең доға ретінде қарастыра аламыз. Үшінші, бұл жағдайда ілгермелі қозғалыс кезінде біз дененің кез келген нүктесі өзінің лездік айналу центрінің айналасында айналады. Ал берілген сәттегі радиустың ұзындығы дененің барлық нүктелері үшін бірдей шамада болып келеді. Дене нүктелерінің жылдамдық векторлары, сонымен қатар олар бастан кешірген үдеулер шамасы мен бағыты бойынша бірдей дәл болып келеді. Соңғысы, төртіншісі, теориялық механикада есептер шығарған кезде біз дененің қозғалысын дененің масса центрінің қозғалысын және дененің өзінің массасын центрінің айналасында қозғалуын қосу деп қарастырған ыңғайлы болып табылады. Бұл факт Кеннинг теоремасын тұжырымдағанда ескеріліп қарастырылады. Бүгінгі біздің ілгерінді қозғалыс сабағы бойынша бақылау сұрақтарына келейік. Ілгерінді қозғалыс ұғымы жайлы өзіңіз қосымша ақпарат беріңіз. Екінші, ілгерінді қозғалысқа өзіңіз осы тақырыптан түсінгеніңіз бойынша мысал келтіріңіз. Үшінші, нүкте қозғалысының маңызды сипаттамасы жайлы жазып өтіңіз. Осы берілген тапсырмалар бойынша тапсырмаларды орындап, сұрақтарға жауап беріп, қосымша мәліметтер келтіре отырып, дәріс бойынша конспект жазуларыңызды сұраймын. Берілген тапсырмаларды орындап, Платонс платформасы бойынша тексеріске жіберулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет.